негізі қандай күйде жүргеніңді ешкімге айтпау керек дейді ғой. Бір Алладан басқа. Өйткені неге десең, сені қолдап қуаттайтын адамға қарағанда аяқтан шалатын, аяқтан тартатын, көре алмайтын адамдар көп болады. Сол үшін де ешкімге ештеңе айтпау керек. Болашақтағы жоспарыңды бір Алладан басқа ешкімге айтпау керек. Тек мұңыңды тек жеке дара қалғанда тек бір Аллаға айтып, бір Аллаға сиынып, бір Алладан басқа ешкімге сенбеу керек деп ойлаймын. Өмірде таңғажайып сәттер көп болады ғой. Досым деп жүрген адамың арқаңнан келіп пышақ салатын кездер де болады. Құдайдай сеніп көріп жүрген адамың басыңа қиындық түскен кезде бір хабарыңды алмайды. Ондай жағдайларда кездеседі. Сол себепті тек өзіңе сену керек. Бір Аллаға сеніп, бір Аллаға мұңыңды айтып, сырт көзге, дос дұшпанға сыр алдырмай, тап-таза киініп алып, аяқ киімді қап-қара алып, кремдеп алып, ешкімге сыр алдырмай жүру керек. Басымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, бауырымыз бүтін болсын. Тек аман жүрейік, аманшылықта кездесейік.